Сәлем достар, менің есімім Фарида. Біз бүгін крючокпен тоқудың келесі сабағын үйренеміз. Ол үшін бізге тағы да схема түрінде көрсетейін. Столбик с одним накидом. Бұл белгіше, мынандай белгіше болып тұрады. Схема бойынша мынандай белгіше болып тұрады. Столбик с одним накидом. Енді біз ары қарай жалғастыру үшін міне біз осындай цепочка тоқығанбыз алдыңғы сабақтарда. Осыған ары қарай үйретейін. Ол үшін екі петляны жоғары көтеріп тоқимыз. Енді осыған крючокқа бір жіпті іліп аламыз дағы. Мына жерден міне бізде крючокта үш не тұр, жіп. Енді осының біреусінен бір өткіземіз, екеусінен, және екеусінен бір өткіземіз. Міне сонда бізде столбик с одним накидом шығады. Тағы да көрсетейін, біреусін іліп аламыз. Келесі тор көзге крючокты кіргізіп, біреусін шығарып аламыз. Енді мына екеусін бір тоқимыз, және мына екеусін бір тоқимыз. Сонда столбик с одним накидом деп шығады. Егер болашақта кездесіп жатса, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами деген болады. Ол кезде уже біз крючокқа міне екеуден және үшеуден іліп алып тоқи береміз. Бір накидті іліп аламыз. Мына тор көзден крючокты. Енді мына екеусін бір тоқимыз, және мына екеусін бір тоқимыз. Сонда столбик с одним накидом болып шығады. Міне біздің узорымыз уже басқаша болып көрініп жатыр. Түсінікті деген ойдамын. Егер түсінбесеңіздер, төменде комментарийға сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Менің каналым қызық болса, жазылып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Болашақта тағы да қызықты видеолар саламын.